отырабы. Кім жаттап келді бізде? Аңсар айта қойшы. Шәкәрім Құдайберді ол авторы. Тақырыбы адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айналған астақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақылды. Өте жақсы бала. Жамбылат айта қойшы кітаптың жатқан. Шәкәрім Құдайберді олар адамдық борышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай ар сақта оны біл. Талапта білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз болады ақыл көп. Өте жақсы. Енді осы бәрін жаттап келген сияқты барлық көтеріп отырсыңдар. Енді осы тапсырмасын тағы бір пысықтау мақсатында біз даналық ағашына қараймыз, иә? Даналық ағашында бізде тапсырмалар дайындалыпты. Енді кезектесіп құламай жауап беруге тырысамыз. Бізде жауап береді кім? Абиба. Кез келген сұрақты қойыңыз. Төртінші сұрақты ашамыз. Шәкәрім Құдайберді оның анасының есімі кім? Тыныш. Кім көмек? Өте жақсы. Қатыр айтамыз. Төлебике. Дұрыс па балалар? Келесі бізде Ая жауап бере қойсыншы. Кез келген яшықты таңдаймыз. Қайсыны таңдаймыз? Сен айтсай, қайсыны таңдаймыз? Бір. Жарайды, қазір Шәкәрім Құдайберді ол кім? Білеміз ба? Кім? Айтайын сен? Ақын жазушы. Өте жақсы. Кім көмектеседі? Апай. Тағы да қосымша. Айта қойыңыз. Мырза айтшы. Ол семей арасында туылған. Ол орыс тіл, парсы тілін жеті меңгерген. Жақсы. Біз үй тапсырмасынан өте жақсы дайындалып кеттік, иә? Шәкәрім Құдайберді оның қосымша мәліметтерінен, одан бөлек адалдық борышын өлеңін жатқа білеміз. Адалдық борышын не туралы айтылған негізгі мазмұнында? Талап, білім мен өнер. Өте жақсы. Аниса дұрыс айтып жатыр. Өте жақсы. Олай болса балалар, бүгін жаңа сабақта бастамас бұрын өзіміз осы біздің өтіп жатқан қандай бөлімде өтіп жатырмыз біз? Өте жақсы. Жақсыдан үйренеміз, жаманнан жиренеміз. Олай болса, осы жақсы, жаман қасиеттерге қатысты мен сендерге әр топқа мынандай сөздер беремін. Қарсы мағыналы сөздер қосамыз. Жылдамдықпен жұмыс жасаймыз. 6 оқушы өтеді. Біреуіміз жазамыз, қалғандарымыз көмек береміз. Кім жазады ортадан? Мен жазайын. Келе қойсын. Ай, шық. Жазамыз, пакет болып қалмасын. Ақылдасамыз, айтып тұрамыз. Басқа топ есіп екеу-үшеу алып кетсін. Біреуден ал, біреуден ғана аламыз. Біреуін қатасы? Ой шақыру әдісі экранға шығарып жүрсеңіз. Балалар, мына экранға назар аударыңдар. Кімнің суретін көріп? Абай атамыз бәріміз таниды екенбіз, иә?
тобында Мирас Мырза, көктем тобында Халида болады, иә? Жас тобында. Олай болса балалар орындықтың шетіне шығарды, жақсы бір келіп алып, жаңа сабақ ондай кейін бастайды. Қай өңірде туған сендер өте жақсы білесіңдер. Өйткені бірінші, екінші сыныпта сендер абай аталармен таныстыңдар, иә? Енді абай аталарының білмейтін тағы бір қырлар болатын болса, мен сендерге қысқа түсіндірдім. Абай атамыз тек қана өлең жазумен айналысқан жоқ, сонымен қатар аударма жасады, иә? Орыс классиктерінің шығармаларын аударды, орысша кітаптарды көбірек оқыды, парсы тілдерін білді, иә? Көп тілді білуге құштар болды. Сонымен қатар енді абай атамыздың классикалық шығармалары бар. Классикалық деп отырғанымыз, абай атамыз орта жасқа келгенде ол қара сөздер жазумен айналысты. Абайдың 37-ші қара сөзінен күллі адам баласының торылатын үш нәрсе бар. Сонан шықпақ керек. Әуелі наданды, екінші еріншекті, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы, және еш нәрсе оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еріншектік күллі дүниедегі өмірдің дұшпаны. Сауапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. Бір жыртқыш хайуан құсағына қосылады. Надандық дегеніміз не екен? Надандық дегеніміз надандық ол адамды қорғылатын нәрсе. Өте жақсы. Адамды қорғылатын үш нәрсе бар. Біріншісі ол еріншектік, екінші залымдық. Жарайды. Тағы кім айтады? Бізде көктем тобынан кім айтады? Мырза айтсыз. Надандық ол білімсіздік жоқтығынан. Әр топқа жеке тасыма. Абай аталарының жақсы топтарын санамалары көріп. Көктем тобы бізде топта бәрін бірге жасаймыз. Топқа қойылады, одан кейін жеке сендер бағалайды. Орныңыздан топ жұмыс жасаймыз. Сіздер жақсы тобы. Аян айтамын дейді, сұрақ қоймын дейді. Тыңдаймыз Аянның сұрағын ғой. Қыз тобының сұрағы шегіртке мен құмырсқа мысалының мазмұны не деді? Автор кім дейді? Жалқау еңбекқор, авторы Иван Крылов. Өте жақсы. Ол жердегі мазмұн жалқаулық пен еңбекқорлық жайында айтылып жатыр дейді. Дұрыс па балалар? Иә. Сендер оқасыңдар, иә мысалы, иә? Иван Крылов авторы, оны кім аударған? Абай Крылов.
абай атамыздың 38 қара сөзі мына сызбаны өте дұрыс отырыпты мына. Топпен жұмыс жасадық па? Иә. Өте жақсы. Топ көмектесті ма барлығы? Өйткені үш оқушы қосылып үш ручкамен жазып жатыр еді. Көз тобына да 10 күнді жазамыз. Тақтада жазма, қараңыз. 14-ші қазан. 14-ші қазан жазамыз. Айкөппен ручкамды алда жаз. Бүгінгі күнді ма? Жазамыз. Бүгінгі күнді жазамыз. Жылдамдатып жазамыз. Одан кейін біз бәйге ойын ойнап көреміз. Бүгінгі тақырыпта біз нені түсіндік? Жақсы жаман әдеттер, мақал мәтелдердің жалғасын табамыз. Бізде ая әдемі көркем жазып жатыр. Аңсар да жақсы жазып жатыр. Бір-бірімізді сыйлаймыз. Бір-бірімізді сыйлаймыз. Өте жақсы. Бастаймыз. Бастап алып кетті. Бастап кетті.